Сайысымыздың басталуына санаулы минуттар қалды. Ал қатысушыларымыз әлі дайындалды. Сіз бүгінгі сайыстан Әділқазы алқасы ретінде не күтесіз? Во-первых, я хочу пожелать удачи всем участникам. Во-вторых, я смотрю, что участники все очень хорошо, ответственно подготовлены. И я надеюсь, что этот конкурс будет очень интересным. Рахмет. Дайындық қалай Нұрге? Жақсы, жаман емес, бірақ толғаныс бар, қорқыныш бар дегендей. Сәттілік. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті ән сүйер қауым. Армысыздар қадірменді әріптестер. Бүгінгі ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып отырған 2 жұлдыз байқауына қош келдіңіздер. Еліміздің бодандық құрсауынан босап, қанша жылдар бойы аңсаған азаттығына қол жеткізгеніне 30 жыл. 30 жыл бұл аз да көп те уақыт емес. Алайда осы 30 жыл ішінде бір толқын жас ұрпақ өсіп шықты. Оның алды тәуелсіздігімізбен қатар орта абзар жасқа келіп отыр. Біздің сүйікті ұжымымызға да осы азат елде еркін өскен бір шоғыр мамандар бар. Бүгінгі кешіміздің төріне 2 жұлдыз болып шығатын жұптарымыз ұжымымыздың аға буын өкілімен тәуелсіздіктің төлдері жас мамандарымыздан құралған. Байқаудың басты мақсаты да осы. Әр буын өкілін жұптастыра отырып, ұрпақтар сабақтастығына дем беру, өзара сыйластық пен құрметті нығайту болып табылады. Бүгінгі жұптарымызды, жұлдыздарымызды ортаға шақырайық. Нұрбек пен Нұрсұлу, Ажан мен Мұхар, Жанаркүл мен Индира, Абай мен Сырым, Қуаныш пен Алмасбек, Айнұр мен Ақжайнақ, Нұрсұлтан мен Айткүл, Гүлсім мен Асылбек, Әсем мен Айткүл. Байбек пен Әсемкүл. Қошеметтеріңіз, жұлдыздарымызға. Бүгін байқауымыздың бірінші кезеңі ғана өтеді. Яғни жұптар бүгінгі кештен көрсеткен өнерлері үшін әрине Әділқазылар алқасынан лайық бағасын алады. Алайда байқау жеңімпазы бүгінгі көрсетілген нөмірмен байқау жеңімпазы бола алмайды. Байқауды жеңімпаз атану үшін 2 кезеңде де керемет жоғары деңгейде өнер мен шоу көрсету керек. Ал бүгінгі кезеңіміздің тақырыбы бұл патриоттық әндер. Алдағы 1 сағат шамасында болатын концертімізде патриоттық сезімдеріңізді артып, отанға деген махаббаттарыңыз еселенеді деп сенеміз. Ал осы кім жүйрік, шын жүйрікті анықтайтын Әділқазы алқасымен таныс болайық. Мектеп директоры Сейсенов Руслан Қалимағамбетұлы. Шығармашыл, тәжірибелі, білікті маман, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ибраева Гаухар Махрадиновна. Және бүгінгі сайысымыздың әділ бағасын беруге көмектесетін 3-ші Әділқазымыз кәсіби маман, музыка пәнінің мұғалімі Жұмағалиева Гүлшара Тастыбайқызы. Құрметті қатысушы әріптестер, енді біздің жұптарымыз нөмірлеріне ретіне сәйкес дайын болған дегенше аудандық 2 жұлдыз байқауының жеңімпазы, яғни мектеп басшысы мен жас мамандар арасындағы байқаудың жеңімпазы біздің мектеп болған болатын. Ендеше үлкен қошемет пен сол байқаудың жеңімпаздары
Нұржан Қалимағамбетұлы мен жас маман Ұзақбаев Ұзақбайұлын ортаға шақырайық. Қошемет. Иығымда қолдарым сенің, қолыңнан өткізіп беріп, алекей фотоға түсірші, бақытты сәтімді менің. Қолдарым сенің, қолыңнан өткізіп беріп, алекей фотоға түсірші, бақытты сәтімді менің. Ескендір атамыздың керемет әнімен келген жұбымызды ортаға шақырайық. Абай мен сырым екеуінің орындауында Қадыр Мырзалы атамыздың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні Атамекен. Қабыл алыңыздар. Жасыл жайлау, көкті кілем, көк кілем, көк кілемді бұғаудаймын, көк кілем. Асқар тауы, асқарымен таласқан, асқарымның мәртебесі айда көрсем Атамекен көкемде жатар екен, күннің көзі ұясына аймайына батар екен. Айда көрсем Атамекен көкемде жатар екен, күннің көзі ұясына Тамаша орындау болды. Үлкен рахмет бірінші қатысушымызға. Бірінші бастау әрине оңай емес. Сондықтан да жақсы алып шықты. Қазақ халқы ежелден нәзік жанды ару қыздарға көп ән арнаған. Халық әндері, оның бер жағында ақан сері, біржан сал, үкілі ыбырай, сегіз сері, балуан шолақ дейсіз. Қыз баласына ән арнамаған ақын, композитор дегендер кемде-кем. Тіпті маған ән деген сөз естіген кезде менің көз алдыма ең бірінші бір сұлу қыз елестейді, шынымды айтсам. Қырықбай, сенің көз алдыңа сұлу қызды елестететін нәрсе көп екеніне сенімдімін. Әр қызды елестете бергенше бір қызды шынымен көріп, көңіл қоссаң етті. Ал қазақта жігіттерге арналған әндер де аз емес. Сондай керемет әндердің бірін бүгін біздің байқауымызға қатысушы келесі жұп алып келіп отыр. Ендеше қарсы алыңыздар, Нұрсұлтан мен Айтгүлдің орындауында Ержан Серікбаев ағамыздың «Алға қазақ жігіттер» атты әні. Үлкен қошеметпен Айнұр мен Ақжайнақты қарсы алыңыздар. Туған ел ұландары, қошеметтеріңіз.
кезінде Роза апамыз жеріне жеткізіп орындаған. Ал келесі қатысушы жұп дәл сондай қылып орындай алар ма екен? Ең бастысы көрермен мен Әділ Қазы алқасының жүрегіне жеткізе білуде. Ал оған қазір бәріміз бірге көз жеткізетін боламыз. Ендеше қарсы алыңыздар. Сахна төрінде Жанаргүл мен Индира. Қарсы алайық, Қуаныш пен Алмазбек ортада. Ал ендеше бұл атамекенді орындайтын орындаушыларды қошемет пен сахна төріне шақырайық. Төлеген Айбергеновтың сөзіне жазылған Роза Әлқожаның әні Атамекен. Ал әнді орындаушылар Ажар апай мен Мұхан. Қарсы алыңыздар. Бізде осы екі жұлдыз байрауына шақыртуға қатысушылардың біріміз. Яғни бүгінгі олардың екі жұлдыз байрауында әріптесім Мұхан Құлыбаевпен бірге осы байрауда патриоттық орындап шығамын. Мен сені ақ тізіме шаңқай түссе, көлемден түспесіңде тік тұрағым. О менің атамекен ұқтырағым, қалайша махаббатымды ұқтырамын. Мен сені ақ тізіме шаңқай түссе, көлемден түспесіңде тік тұрағым. жазылған жасындай жарқ еткен композитор ағамыз Ержан Серікбаевтың «Жаса Қазақстан» әні. Бүгінгі кеште сол әнді орындап көптің көңілінен шығуға талап қылып келіп отырған жұбымызды сахна төріне шақырамыз. Нұрбек пен Нұрсұлудың орындауында осы әнді қабыл алыңыздар. Нұрсұлу Ғалымжанқызы, өз отаным Қазақстан Республикасының өзін патриоты болуға, Қазақстан Республикасының рәміздерін құрметтеуге, дәріптеуге, отаныма адал қызмет етуге ант етемін, ант етемін, ант етемін. Жарайсың шәкіртім, біздің ата-бабаларымыз тәуелсіздікті талай жыл армандады.
біздің көк туымыз әрқашан көгімізде желбіреп тұруы тиіс. Бәрі бір әннен таңдаса, келесі шығатын, ортаға шығатын жұп тек бір ғана ән таңдауға баталмаған сияқты, әлде бір ән таңдай алмаған сияқты. Иә, келесі жұп Әсем мен Айткүл әрі ойланып, бері ойланып, попури айтамыз деп шешкен екен. Ал біз сол таңдаудың әбігеріне түскен жұпты сахна төріне шақырамыз. Әрине, сіздердің қошеметтеріңізбен. 91-де, ел 94-де, келетін мүлде жайдарлы. Сол жылы бірақ, әдеттен жырақ, көрінді шынақ айғарлы. Тондырды мені, тондырды сені, желтоқсан желі ызғарлы. Солдырды гүлді, ондырды нұрды, көңілде мұңды
күңкілдің жылына келіп жеткен секілді. Туған жер әнімен екі жұпты қарсы алайық. Қошеметтеріңіз. Тағы бір атамекен бар. Бүгінгі кештің ең соңғы шымылдығын жабатын атамекен әнімен Гүлсім апайымызбен Асылбек. Қарсы алыңыздар, қошеметтеріңізбен. Мінекей Гүлсім апайдың жанкүйерлері, поклонниктері бар екен. Өте тамаша орындау болды. Міне өздеріңіз көрдіңіздер. Бізге бүгін осы сайысқа қатысуға үміт білдірген 10 үміткеріміз де өз өнерін көрсетті. Оған сіздер және біз куәміз. Ал енді соңғы үміткерлердің Гүлсім апайымыз бен Асылбектің бағаларын білдірсек, Гүлжан апайымыз. Ал енді бүгінгі кешімізге байланысты, бүгінгі кешіміз жайлы осы біздің залымызды толтырып отырған көрермендеріміздің бір ауыз пікірін, лебізін білгіміз келіп тұр біздің. Арасына батып қайтайық көрермендерін ендеше. Аралайық, сұрайық, білейік. Жоба туралы өзіңіздің жеке пікіріңізді білдіріп өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Негізі мектеп ұжымы әр сенбі сайын мектепке қатысатын болдық сабағымыз осында. Рахмет ұйымдастырушыларға үлкен алғыс. Әу демейтін қазақ жоқ дегенді дәлелдеп, бүгін қатысушылардың барлығына сәттілік, соның ішінде біздің Айнұр апайдың қойылымымен жалдаған мынау пионерлері үлкен еңбек көрсетті. Бүгін Алтынбайдың туын алғашқысы біз ұландардың орнын, рөлін сомдап, бір еңбектерде тамшыдай болғысына үлес қостық деп есептеймін. Барлық қатысушыларға сәттілік, өнерлерін өрге бассын, тамаша өтіп жатыр, жақсы демалыс болып бізге. Рахмет сіздерге. Анар апай, Алмажан апай, бүгінгі кеш жайлы өзіңіздің бір ойыңызды айтсаңыз. Қош келдіңіздер, құрметті көрермендер және өнер жұлдыздары. Маған қатты ұнағаны, жалпы бәрі де жақсы өнер көрсетті. Өздерін бұрыннан келе жатқандар бар, жаңадан айтып жатқандар бар. Майталман жұлдыздарға еліктеп, ана неден интернаттардан көрсеткендері, қойылымдары да бәрі ұнады. Және де біздің тарапымыздан техникалық қызметкер айыпкердің жаңағы отанын сағынып, оралғандардың сағынып, сондай адамның көңілін толқытып, жүрегімізбен қабылдап, қатты толқытып, сосын және де өзіміздің тікелей бастығымыз Қуаныш пен Алмасбектің өнері қатты ұнады. Басқалай өліп тұрмаңыздар.
негізінде баяғының сал серімен қай жері екен, мына костюмдері қандай, костюмдері өте қатты, бір жан сал, ақыр сері, сал серілерімізден баяғы қазақтың майталмандары, солардан қай жері екен. Өздерінің қатты еркін ұстағандары, домбырамен, өзіміздің домбырамызбен кәдімгі қазақтың баяғы құрал сайманымыз домбырамен шыққаны осыларынан, сосын және абайдың да өнер қатынағы рахмет, өнерлеріңіз өрге жүрсін, алға, тек қана алға. Рахмет, Қықпай, мен бұл жерде әріптестер бір үйдің баласындай болып, әр сенбіде жиналып, бір отбасындағы ас ішкендей болып керемет бір жақсы бір сезімде жүрміз. Ендеше жас өспей ма, көкейіңді теспей ма деп, бір жастың осы байқау туралы пікіріне құлақ түріп көрсем қайтеді. Мұхан, қатысушы болса да өзінің шынайы пікіріңді айт. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, құрметті қатысушылар, әділ-қазылар. Бүгінгі іс-шара өте тартысты өтті. Жалпы бұл іс-шара туралы айтар ойым болса, мұғалімдердің тағы да бір қырларын ашты деп ойлаймын. Жалпы жаңа видеода көргендеріңіздей, жалпы микрофонға да, сахнада да қорқыныш бар. Енді фобиямды жеңе алдым деп ойлаймын Ажар апайдың арқасында. Көптен көп рахмет. Басқа да қатысушыларға сәттілік тілеймін. Келесі екінші турда бұдан да керемет фантазияны қосып, үлкен дүние әкеледі деген ойдамын. Жалпы бүгін іс-шараға рахмет. Ұйымдастырушыларына рахмет. Көп рахмет Мұхан. Екі жұлдыз ән сайысының қатысушыларын ортаға шақырамыз. терлеген батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген жерін қорғап қазақ жауға қайырлы күн бүгінгі сайысқа қатысушылар және көрермендер. Бүгін бұл керемет кештің куәсі болып отырмыз. Жеңіс бар жерде жеңіс болады. Бір жақсы өздеріңізде демалып қалған шығарсыздар. Енді мен өзімнің ойымды айтайын бұл жерде. Енді көбісі маған өкпелеуі мүмкін. Жаңағы ұпайсанын төмендетіп қойды деп. Мен бұл жерде жаңағы сахна киелі жерге шыққан кезде ешкім сайрап кете алмайды. Сахнаның өзінің пірі болады. Сол сахна мәдениетін сақтау, осының барлығы үлкен жүректілікті, батылдықты талап етеді. Бұл жерде енді мына жерде отырғаннан кейін сахнада тұрған әншінің, шыққан адамның қалай қимылдап тұрғанын, оның жаңағы жүріс-тұрысы, қимылы барлығы өзімізге көрініп тұрады. Барлықтарыңызға көп рахмет. Балдарыңызды төмен қойсам ренжімеңіздер. Мына ағайынды Қоңырқаз, Жанаркүл мен Индира маған бүгін ұзылатылатындай қыз болып тұр. Ерекше маған әсер қалдырып тұрған. Сосын қуанышпен кім? Алмасбек. Сосын Әсел мен Айткүлдің қойылымы өте жақсы маған ұнады. Маған ұнағаны композициясының 3 әнді уақытқа шектеп сыйдырған. Маған қатты ұнағаны кім? Мұхан, Ажар апай екен. Мұханды мен аңдып отырдым жанды дауысты айтқаннан кейін. Тана істе шығып кете ма? Бір іздеп отырмын ғой енді. Ұстайтын жерді іздеп отырдым. Жоқ, жақсы алып шықты. Керемет. Сосын кім? Алтынбайбекте де әншілік қабілет бар екен. Сырым да, атап айта беретін болса, барлықтары да өте тамаша. Бірін алып шығып жатыр. Мына қойылымға өте көп рахмет айтқым келеді. Аймкүл, Сәуле, Мария,
Сіздерге көп рахмет. Әріптестер, бүгін бір ерекше кеш болды. Мінекей тәуелсіздік күні қарсаңында өзіміздің көңіл күйімізді көтеріп, бір арқамызды кеңге салып, осындай біздің әріптестеріміздің ерекше қырын, бір ән айтатын да білмейді екенбіз, қандай қойылымдар болды, қандай композиция болды, үйлесімділік болды, бұның барлығы үлкен дайындықтың нәтижесі. Керемет жұмыстарды көрдік, есте қалатындай күн болды, айтып жүретіндей мына жерде іс-әрекет болды. Мына жерде жүргізуші Жанар апай бар, Қырықбай бар, мінекей жас болса да мінекей осы кешті керемет ұйымдастырып, жаңағыдай оңай емес, анау нені жасау, сценарийді жасау, әрқайсысына бөлек жаңағыдай мінездеме беріп, соның барлығын үйлестіріп әкеліп міне ортамызға салды. Сіздерге де көп рахмет айтамын. Құрметті әріптестер, күндеріңіз, жақсы күндеріңіз көп болсын. Мына жерде менің жаңа бір ерекше таңқалғаным, мына қуаныш демеушілері көп екен. Жан жақтан қолдап, қараш кімнің қолында жаңағыдай табличкілері бар, кәдімгідей бәрінде бар. Алмасбай екеуіңді деген орнынан тұрып айқайлап, ысқырып арасында сөйтіп керемет қолдады. Осы әріптестерге де көп рахмет айтамын. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Бұл жерде енді балдарды атап жіберуіміз керек қой. Әсемкүл мен Алтынбайбек 25 балл, Жанаркүл мен Индира 40 балл, Нұрсұлтан мен Айткүл 20 балл, Қуаныш пен Алмасбек 30 балл, Айнұр мен Ақжайна 35 балл, Әсем мен Айткүл 40 балл, Абай мен Сырым 35 балл, Нұрбек пен Нұрсұлу 35 балл, Ажар мен Мұхан 45 балл, Гүлсім апай мен Асылбек 30 балл. Енді кезекті бүгінгі кешіміздің әнұранына береміз. Biz sizlerмен dostlaşpaymiz, әрқашан біргеміз.